Мен Қожабек Нұрали. Бүгін мен сіздерге тарих терең туған жер атты жобамды ұсынғым келеді. Бұл туристік маршрут Жамбыл облысы Қордай ауданы аумағында орналасқан тарихи мәдени нысандарды қамтитын бағыт. Жобаның негізгі мақсаты еліміздің тарихи тұлғалары мен табиғи ескерткіштерді таныстыру, ішкі туризмді дамыту үшін және оларды сақтау мен дәріптеуге кітапша құрау. Біздің жүріп өткен маршрут ұзындығы шамамен 102 км болды. Біз оны 6 күнде жаяу жүріп өттік. Біз Өтеген батыр ескерткішінен бастап Қордай батыр ескерткішіне дейін барған болатынбыз. Біз осы мақсатқа жету жолдарында 3 бағытта зерттеу жүргіздік. Бірінші бағыт Қордай ауданы аумағында орналасқан орман алқаптарды, өзен-көлдерді зерттедік. Шу өзені мен Қалғыт өзендерін ауыл ақсақалдарынан сұрап таныстық. Қалғыт өзен тарихы. Кезінде ашаршылық кезінде ата-бабамыз осы өзеннен балық аулап аман қалған. Сол үшін бұл өзенді халықтың құты деп атаған, яғни Қалғыты. Және біз осы Қалғыт өзенінің жанындағы флора мен фаунаны бақыладық. Емдік өсімдіктер, жалбыз, жоржекеншай, жусан тағы да басқа көптеген жабайы өсімдіктерден емдік қасиеттер алуға болатынын білдік. Сонымен қатар Кенен атамыз жырға қосқан Алатау етегіндегі Қойтас, Шұбар Байтал, Ешкілі атты тауларға да барып, соның қазіргі жағдайымен таныстық. Мысалы, бізде мұзбел төбесінде уран өндірілген екен. Және алтын шығарылған орындарды да Көгадыр ауылының тұрғындары айтып берді. Біздің екінші бағытымыз Қордай ауданында ашылған саябақтар мен мәдени орталықтарын аралау. Қордай ауданының тарихы. Қордай ауданының қазақтың белгілі батыры Қордай батырға байланысты қойылған. Қордай батыр 1827-1885 жылдар аралығында өмір сүрген қазақтың батыры. Қордай ауданының қазіргі шақырымы 8973 шаршыны құрайды. Ол 1939 жыл Жамбыл облысының құрамына қосылған. Біздің үшінші бағытымыз мәдени мұраларды таныстыру және сақтау. Біз Қосқұлақ батыр, Өтеген батыр және Қордай батыр ескерткіштеріне барып, олардың қазіргі жағдайымен таныстық. Өтеген батыр 18 ғасырда өмір сүрген қазақтың батыры. Ол жоңға шапқыншылығына қарсы күресте қол бастаған қазақтың батырының бірі. Қосқұлақ батыр 18 ғасырдың батыры. Ол жоңға шапқыншылығына қарсы күресте өзінің ерлігімен көзге түскен. Біз Өтеген батыр және Қосқұлақ батыр және Қордай батырдың қазіргі жағдайымен таныстық. Әр ескерткіш сол батырдың ерлігі мен елге сіңірген еңбегінің белгісі. Жоңға шапқыншылығына аттанған 3 арыс кім десе, біз Өтеген, Қосқұлақ, Қордай деп атар едік 3 батырды да. Олар ел мен жерді қорғап, ерлік пен батырлықтың символына айналды. Біз осы негізде кітапша құрау жұмысын қолға алдық. Бұл кітапшада біз Қордай ауданының мәдени мұраларын, көне ескерткіштерін кіргізіп, қазіргі оқушыларға қызықты анимация ретінде шығарып отырмыз.